Sayır sayır men kiyvalелер, жасым бесте. Сәлеметсіздер ме? Біз Чертаевтар әулеті. Отбасымызда балаларымызға еңбекке тәрбиелеу көп назар аударамыз. Көп балалы отбасы болғандықтан еңбекке үйрету, үй шаруасына көмектесу. Соның ішінде үй жануарларын күтуге көңіл бөлеміз. Бізді де ата-анамыз еңбекке үйреткен. Қазір өз балаларымызға үлгі болып жүрміз. Біздің отбасымызда үй жануарларын қарау, күту, бағалау отбасылық садақ. Назар аударыңыз. Қазақ халқымыз айтады, ит жеті қазынаның бірі. Әйел кішкентай кезінен артылды өсірді. Оны антанақ берді. Күтті. Бізді етін күзетшісі. Ажалда жақсы қойым. Ата әжесіне келгенде Айлин екеуміз шыттайғы балаларға сөт береміз. Сол біздің арландаймыз деп. Сиыр бізге не береді? Сөт береді, ірімшік береді. Біз сүттен ірімшік жасаймыз, қаймақ жасаймыз деп. Кішкентай арландайды Айлин өте жақсы көреді. Ал жылқы туралы мынау Айлинға айтатын, мынау ата-бабамыздан қалған жылқы жануар деп ата-бабамыздан қалған. Біздің мынау солтүстік Қазақстанда жылқыны қолға үйреткен 5000 болып дейді. Үйреткен 5000 жыл қолға үйреткен. Жылқы жануардан ол өлді. Неден жылқыдан қымыз, ал мынау биенің сүті, ол ананың сүті секілді ғой. Ең таза. Жылқы жануар өзі сенімді, адамға ең сенімді, көлікті, тағамды жылқы, қасиетті жануар деп айтамыз. Ота отбасынан басталады. Еліміздің болашағы әр отбасының қолында. Айлин, сен өскенде кім болғың келеді? Әр қазақстандық отбасы еңбекқор, бақытты болсын. Еліміздің болашағы жарқын болсын.